Саламатсыздар ма, құрметті сынып жетекшілер, ата-аналар, оқушылар. Сіздерді барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әрбір отбасыға қуаныш, табыс, молшылық тілеймін. 22 желтоқсан 2021 жылғы Кентау қаласының адами әлеуетті дамыту бөлімінің арнайы хабарлама хатына сәйкес 30-31 желтоқсан күндері, 1-2-3 қаңтар күндері қаламызда және қаламызға қарасты елді мекендерде түнгі рейд жұмыстары жүргізіледі. Оған бөлім мамандары, мектеп директорлары, директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасарлары, ерікті мұғалімдер, ата-аналар комитетінің мүшелері, мектеп инспекторлары қатысады. Сондықтан да құрметті ата-аналар, балаларыңыздың түнгі мезгілде үйде болуына қатты назар аударсаңыздар. Себебі бұл рейдті мақсаты жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балаларымыздың үлкендердің қарауынсыз көшеде жалғыз жүрмеулерін бақылау болып есептеледі. Құрметті ата-аналар, осы 10 күндік демалыста балаларыңыздың үйде тәртібін қадағалап, тәрбиесіне назар аударсаңыздар және бос уақытын тиімді өткізуге үлес қоссаңыздар. Барлықтарыңызды тағы да шын жүректен жаңа жыл мерекесімен